Үшінші сабақтың екінші бөлімі протеуз жүйесіндегі жұмыс атқару. Бұл жерде біз кітапханадағы компьютерді қалай таңдағанын көрсетеміз. Резистор мен жарық дюйін таңдауды бастаймыз. Бірінші, үшінші қадамдарды көріп отырғандай, ең алдымен P батырмасын басып, біз Pick Device панелін алға шығарамыз. Бұл панельде keywords деген жолақта резистордың ағылшын тілінде латын әрпімен атын жаза бастаймыз. Астында үшінші жасыл түспен көрсетілер резистордың примитиві шығады. Оң жақта суретте мысалы шартты белгісі көрініп тұр. Біз резисторды сонымен қазір таңдайтын боламыз. Төртінші қадамда біз резисторды таңдаймыз. Ол үшін тінтуірді резистордың үстіне қойып, сол жақ батырманы басамыз. Резистор жолақ көк түске айналады. Бесінші қадамда окейді басып, батырмасын басып, оны объекті таңдау терезесі нысандар селекторына апарып қоямыз. Сол жағымызда рез деп көк түспен көрсетіліп тұр. Біз сонымен резисторды нысандар селекторына апарып қойдық. Келесі суретте жарық дионын таңдауды көрсетіп отыр. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бұл бесінші деп бұл жерде көрсетіп тұр. Деп жазамыз. LED дегеніміз light emitting diode дегеніміз біз жарық диодтың ағылшынша атауы қысқаша жазылады. Осы диодтардың түр-түрімен бар. Біз жасылын таңдап отырмыз қазір. Ол жерде қызыл да, көгі де, басқа да түстері бар. Оны өздеріңіз таңдайсыздар. Бұл жерде біз таңдап нысандар селекторына қойдық жарық диодын. Қазір сұлбаны толықтай жасаған кезде бір мәселе бұл токтың резистор арқылы өтпеуіне байланысты. Неліктен екенін қазір түсіндірейін. Дефолт дейміз, по умолчанию дейді орысша. Басында осы протеустегі резистордың мәні номиналы 10 килоом болады. 10 килоом резистордан 5 вольттың 10 миллиампер ток өтпейді. Сондықтан оның мәнін өзгертуіміз керек. Бізге қажеттісі 220 ом, оны алу үшін не істейміз? Бірінші қадамда резистордың үстіне апарып өзіміздің тінтуірімізді қоямыз, қызыл түске айналады. Сол кезде оң жақ батырманы басып контекстін мәтінді. Бұл жерде Edit Properties дегенді таңдаймыз. Edit Properties дегеніміз батамаларды редакциялау. Екінші қадамда біз Resistance деген екінші жолақта резистордың мәнін жазамыз. 1 килоомға дейінгі резистордың мәндері сол беймен жазылып, артында ешқандай белгі болмайды. Егер бізде килоом мен мегаом керек болса, К және М деген әріптерді қою керек. Сонымен үшінші қадамда біз 220 омды қойдық. 220 окейді басамыз. Төртінші қадамда көріп отырғандай, R1-дің резистордың мәні 220 омға өзгерді. Протеуста ток көзін орналастыру алдында айтып кеткендей, біз генератор опциясын таңдаймыз. Генератор моды. Ол жерде DC-ді аламыз. DC-ді таңдаған кезде үстіне тінтуірді апарып қойып, сол жақ батырманы басқанда көк түске оралады. Содан кейін тінтуірді курсорды оң жаққа апарамыз. Жұмысшы терезесіне сол жерге апарып, таңдаған жерге апарып, оны қоямыз. Сол жақ батырманы басқанда ол сол жерге орналасады. Енді осы DC ток көзіне плюс 5 вольт мән берген. Оны қалай істейміз? Ол үшін тағы да оң жақ батырманы басқан кезде контекстің меню шығады. Контекстте Edit Properties-ті кіреміз. Бұл сипаттамаларды өзгерту. Бізге астыңғы суретте көрсетілгендей DC генератор Projects деген Properties деген панель шығады. Бұл жерде вольт деген жерге 5-ші көк символымен көрсетілген жерге 5 деген санды береміз. Бұл 5 вольт беріп тұрмыз дегенді білдіреді. Алтыншы окейді басқан кезде біздің ток көзімізде 5 вольтты кернеу орнығады. Келесі ground жерді орналастыру. Тағы да қайталайық, терминалс моды ашып, ол жерден ground аламыз. Оң жаққа апарып, оны жерді орналастырамыз. Жарық диодының астына. Сонымен біз groundты осылай орналастырып, оны катодпен қосамыз. Бұл жерде жұмыс терезесіне жинақталған сұлбаны көріп отырмыз. Толықсыз осылай жиналады. Осы симуляция жасау үшін Run деген батырманы басам, төменгі жақта бірінші шеңбермен көрсетіліп тұр. Бұл run дегеніміз жіберу дегенді білдіреді. Егер барлық жұмыс дұрыс істелсе, сұлбамыз дұрыс қосылса, бізде жасыл түсті жарық диод шам жанатын болады.
біз сонымен бірінші жұмысымызды осындай сұлбамызды жинақтадық деп есептейміз. Келесі суретте біз Arduino'да жинаймыз. Arduino деген симулятор бар протеустың ішіне. Оған 13-ші аяққа осы резистордың жоғары ұшын жалғаймыз. Сонымен қалған сұлба ештеңе істемейді. DC-ді алып тастаймыз. Алдыңыздарыңызға көрініп тұрған бірінші программа. Бұл программада не істейміз? Pin mode 13 output дегеніміз 13-ші пинге пинді біз шығыс сигналы етіп тағайындаймыз. Одан кейін loop деген жерде циклды орындаймыз. Digital write 13 high дегеніміз 13-ші аяққа логикалы бір жазамыз. Одан кейін 1 секундтық кешігу жасаймыз. Содан кейін тағы да осы аяққа low деп логикалық 0 береміз және 1 секундтық кесіп шығамыз. Сол арқылы біз жарық дүйінің 1 секундтық интервалмен жанып сөніп тұрғанын көреміз. Бұл біздің бірінші программа. Жасап көріңіздер. Келесі дүние бізде Logistate деп атайды. Бұл Logistate дегеніміз логикалық компонент. Бұл девайс өте көп жағдайда қажет болады. Бұл жерде осындай 0 мен 1-ді беру үшін логистик элементтің үстіне тіркеуді апарамыз. Сол жақ батырманы басқан кезде біздегі Logistate'дің мәні 0 мен 1-ге ауысып отырады. Көп жағдайда бізге өте қажет болады.